Бәріне сәлем. Бүгін сіздерге люверсті қалай жасайтын көрсетеміз. Люверс деген ол мынандай, мысалы, осындай шнурокты кигізетін жерге, мысалы, біз осылай қолмен тігіп келтіреміз ғой петляны. А оның орнына осындай темірден арналған люверс жасайды. Қазіргі жеңілдік осындай люверстерді сатады, осындай станоктар сатады, әдейілеп насадкалармен. Сондықтан бүгін көрсетейік қалай жасайтындарын. Мынандай болванкалар, насадкалар екі түрлі. Біреу үлкен, біреу кішірек. Біреу размері кішіректеу, біреу үлкендеу. Үлкенге арналған үстіңгі насадкалар болады. Үстіңгі насадка мен астыңғы насадка үлкен размері, мынау кішіректеу. То есть, мынау үлкен насадка үстіңгі, мынау астыңғы насадкалар. А мынау кішіректеу. Астыңғы насадка мен үстіңгі насадка. Екеуі кішіректеу. Бұларға арналған кнопкалар бар. Жаңа люверсы. Мына осы үлкен насадкаға үлкендеу размер киіледі осылай. Мына люверстің үстіңгі жағы мынандай бортегі болады. А астыңғы жағында, астыңғы жағына арнайы мынандай пластина болады. Жұқа, мына екеуі әртүрлі. Екі түрлі. Мынау үстіңгі жағы, мынау астыңғы жағы. Мынау насадкаға кигізген кезде, мынау астыңғы жағы киіледі. Үстіңгі жағы, то есть, мынау үстіңгі жағы болып саналады. Мынау асты. Қазір мен сіздерге көрсетем. Мынау станокқа астыңғы болванка үлкендеу насадканы астыңғы жаққа қояды, осылай. Оны осылай бұрап, орнай келтіріп қоямыз. Ал енді үстіңгісі, мына жерде резьбасы болады, станоктың үстіңгі жағында. Мына жерде резьбасы бар, мына. Арнайы, осылай бұрап, орнына қоямыз өстіп. Өстіп қоямыз. Мына астыңғысы, мынау үстіңгісі. Енді, мысалы, матаны аламыз. Мынау бет жағы болса, мысалы, мынау астыңғы жағы болады. Мынау бет жағы арнайы тесетін, осы люверсті кигізу үшін тесетін осындай құрал бар. Мына. Бұл жерде мынау нелері бар, көрсеткіштері бар. Осылай алып, бұраймыз. Мұны көрдіңіздер ме? Мынаны осылай келтірген кезде ол өзі. Мына жерге матаны кигіземіз. Сол кезде осылай басқан кезде тесіледі. Қазір мен сіздерге көрсетем. Мынау екінші несі тесетін. Мынау үшінші размерлері әртүрлі. Мынау үлкен. Мынау орташа, осылай. Енді мынау жаңағы мен кигізген насадкаға үлкендеуін жасаймыз. Тесікті кішкене үлкен қылып жасаймыз. Мына осындай размері. Көлемі осындай болады примерно. Мына матаны осы жерге қоямыз. Осылай арасына қоямыз. Сосын қатты қысқан кезде өзі тесіп шығады осылай. Көрдіңіздер ме? Тесіп шығады. Тесіп шыққаннан кейін мынау насадкаға кигізу үшін жаңағы үлкен
люверсті үлкендеу размермен мына бортигі барды алып мынаның үстіне қоямыз, мына астыңғы насадкаға. Содан кейін матаның бет жағын астыға қаратамыз, кигіземіз. Осылай матаны мынау жұқасын, мынау жұқа, ондай несін, жаңа люверсін екінші бетін, мынау жылтыр жағы, осы ұстасаңыз өздері сезесіздер. Мынау ішкі жағы кішкене сәл домаланып осылай қарап тұрады. Астыға қаратамыз оны. Мынау насадкаға өсіп кигіземіз. Осылай кигіземіз дағы станокты осылай басамыз. Енді мұны көріңіздер. Мынау бет жағы. Жаңа айттым ғой, бет жағын астыға қаратамыз деп. Ал мынау ішкі жағы. Көрдіңіздер ме? Ішкі жағы осылай. Енді екінші насадкамен көрсетейін. Мынаны алып тастаймыз. Үстіңгі насадканы. Кішіректеу насадканы аламыз дағы орнына бұраймыз. Бұраймыз. Ол үшін мынау тесетін мынандай насадкасы специально тесетін кішіректеу жасайық. Сәл. Мына кішіректеуін алдық. Тесеміз. Жаңағыда өзі қатты басқан кезде шыртыта қалады өзі. Матаны тесеміз, мына тестік. Жаңағыдай бортигі барды, мынандай бортигі барды. Астыға кигіземіз, мына насадканы астыңғы жағына кигіземіз. Киіліп тұр ғой менде уже. Киіліп тұр. Тесікті бет жағы ғой. Бет жағын астыға қаратамыз. Жаңағыдай тоже. Жылтыр жағы кішкене ұстасаңдар өздеріңіз сезесіздер. Үстіңгі жаққа қаратамыз оны. Осылай бүйтіп қолыңызбен басып, станокты қатты бассаңыз өзі киіледі. Енді осылай кнопка получилась.